Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үйге келген қонақтарыңыздың тіпті кішкентай баланың көңілінен шығатын вафли дайындаймыз. 4-ақ ингредиенттен жасалады, өте оңай. Ең алдымен ыдыстарымызға жұмыртқаны салып, қантымызды қосып, жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Енді сары майымызды сұйық етіп ертіп алып, оны да жұмыртқамызға қосамыз. Жақсылап бір-біріне араласқанша күтеміз. Енді ұн салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Арасында түйіршіктеліп қалмау қажет. Мінекей осындай қоймалжың масса дайын болу қажет. Осылай аз-аздан салып, барлығын пісіріп аласыздар. Өздеріңіз қалаған формада орайсыздар. Бұл жерде мен 3 түрін көрсетпекшімін. Трубочка түрі және де балмұздаққа арналған. Міндетті түрде суығанша ұстап тұрамыз, онда ашылып кетеді. Және де қонақ келгенде дастарханға қойғанға ыңғайлы түрін орап көрсеттім. Барлығын өздеріңіз қалаған формада орап шығамыз. Мінекей менде осылай шықты. Балмұздаққа арналған трубочка мінекей. Және қонақ келгенде қоюға ыңғайлы. Менде крем-чиз, қазір трубочканың ішіне крем сығып көрсетпекшімін. Өздеріңіз қалаған кремді немесе кремсіздерде қойсаңыздар өте дәмді. Барлығына ұнайды. Бұған кремнің қажеті жоқ. Және қазір сіздерге балмұздақ жасап көрсетпекшімін. Кішкентайларыңыз қуанып қалады. Өте дәмді шықты. Және де балмұздақтан аумайды. Егер де видео ұнаса, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.